Баршаңызға сәлем. Өте оңай дайындалатын песочный тестадан осындай шоколадты курабе печеньесін дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға көбіктеп туралған сары майды, осы сары майдың үстіне құмшекерімізді, сұйық майымызды және бір дана жұмыртқаны жарып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сары майды тоңазытқыштан 1-2 сағат бұрын шығарып, бөлме температурасында ерітіп алыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен майдың толыққанды ерігенін күтпегендіктен маған кішкене араластыру қиындау болды. Ал егер сіздер жақсылап еріткен болсаңыздар, онда венчикпен араластыру өте оңай болады. Осы жақсылап араластырған массамыздың үстіне какао ұнтағын қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Какао ұнтағы мен май жақсылап біріккеннен кейін, енді үстіне ұн және разрыхлителді қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді осы дайын болған қамырымызды таразының көмегімен 30 граммнан өлшеп, қолымызбен жақсылап домалақтап шығамыз. Печеньелерді пергамент қағазы төселген формамызға орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей осымен печеньелеріміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңыздың сүйікті печеньесіне айналатынына сенімдімін.